Есік мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы ЮНЕСКО-ның 2022-2023 жылдарға арналған бағдарламасы аясында Талғар және Қойлық қалашықтары Жібек жолының Тянь-Тянь дәлізінің құрамдас бөлігі ретінде атты халықаралық ғылыми тәжірибелік семинар өткізді. Шараға ақш, Қытай, Моңғолия, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан елдерінің ғалымдары қатысты. Семинар жұмысы басталмас бұрын киелі аймаққа табан тіреген қонақтарды орта ғасырлық Талхиз Рахат қалашықтарына апарды. Бұл жоталардың бүккен сыры ғасырлардан бері ашылмай келеді. Кей деректерге сүйенсек ежелгі сақтардың ордасы болған дегенде айтылады. Өйткені қазба жұмыстары барысында азды көпті жәдігерлер шыға бастады. Еліміздің мамандары қытайлық әріптестерімен бірігіп Рахат көне қалашығында археологиялық іздену шараларын 2017 жылдан бері бастап кеткен. Біз бірлескен жұмыстарды осыдан 7 жыл бұрын бастап кеткен болатынбыз. Өздеріңіз білесіздер, пандемиялық кезеңде біраз уақыт жұмыстарымыз тоқтап қалды. Қазір қайта жандандырып жатырмыз. Қазақтың жері тарихи жәдігерлерге толы. Біздер үшін әр табылған дүниеге үңілу қызықты. Мен бір кездері Есік музейінде жұмыс жасағанмын. Сондықтан Талхиз бен Рахат көне қалашықтары маған жат емес. Расымен де нақты зерттеу жұмыстарын жүргізсе, көптеген деректерге қол жеткізуге болады. Қазақстандық әріптестермен таңғажайып жәдігерлерді анықтауға тырысамыз. Өйткені алтын адам шыққан өлкенің сыры тереңде жатыр. Әрине бұл қалашықтардың төңірегінде проблемалар әлде болса бар. Сол мәселелерді шешу тарапынан шетелдік мамандардың пікірлерін тыңдау және өзіміздің жергілікті атқарушы органдардың көңілін аудару және былайша айтқан кезде осы 2018 жылы бізге балансымызға берілген Талғар қалашығын қорғау, сақтау бойынша қандай жұмыстар атқарылды, соның нәтижесін талқылау болып есептелінеді. Есік мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы келемдеушілерге үнемі есігі ашық. Бұл жерге қазақтың тарихына қызыққан шетелдік туристер көп келеді. Айтулы мекеме мамандарының айтуынша, көне Талғар қалашығындағы құнды дүниелерді жаңғырту жұмыстары кешеуілдеп отыр. ЮНЕСКО тізіміне енгеніне қарамастан, Талғар Талхиз қалашығын әлде болса консервациялау, реставрациялау, қалпына келтіру, музейлендіру мәселелері өзекті болып тұр. Бұл біріншіден әрине қаржы мәселесі, екіншіден жергілікті атқарушы органмен тікелей байланысты нығайту, жалпы жергілікті халықтың осы Талғар Талхиз қалашығының тарихымен жетік таныстыру. Біріншіден осы жергілікті халықтың Талғар қалашығына деген көзқарасын өзгерту. Себебі біз осы жергілікті халықпен жұмыс атқарған кезде Талғар қалашығының тарихын, оның маңыздылығын әлде болса жетік білмейтіндігін көріп отырмыз. Семинар жұмысы 8 қыркүйек күні Алматы қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимаратында ЮНЕСКО-ның кластерлік бюросында жалғасады. Онда ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген ескерткіштердің қазіргі жағдайы, сақталуы, нысандар бойынша атқарылып жатқан жұмыс барысы баяндалып, шетелдік және отандық ғалымдар тәжірибелерімен бөлісіп пікір алмаспақ. Олжас Уәли, Талғат Жанбота, Нұржан Омаров, Алатау ақпараты.